Бүгінгі видеода мен Темудан келген өзіме ұнаған 3 товарды көрсететін боламын. Иә, бүгінгі видеода біз осы Темудан келген гриль мен стейк пісіретін боламыз. Сонымен қатар мына Темудан келген дронды ұшырамыз. Және Темудан келген мына керемет мини камерамен 24 сағат өмірімді түсіретін боламын. Видео шынымен де қызықты шықты, сол себепті лайк басып арна жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ал достар, қазір біз Темудан келген мына керемет грильмен ет пісіріп көретін боламыз. Ет дегенде стейк пісіреміз. И мен жай ғана өзім болмаймын, достар. Менің қасымда достарым болады. Зефрикс және Аслан Мұқан. Ассалаумағалейкум, достар. Короче, Джиги, бүгін стейк пісіретін боламыз. Давайте распаковка жасайық. Достар, білесіздер, алдыңғы видеоларда мен жалпы сіздерге осы грильді көрсеткен болатынмын. Енді бүгін достар кәдімгі стейк пісіретін боламыз. Так, распаковка істейік, достар, бірінші. Міне, достар, бізде осындай гриль Темудан келген. Достар, егер де сіздерді өстіп Темудан неше түрлі қызықты заттарға заказ бергілерін келсе, онда тыңдаңыздар. Дәл қазір Тему приложениясын жазып, поисковикке менің промокодымды теретін болсаңыздар, сіздер $100 көлемінде купон аласыз. Иә, достар, менің көрермендеріме осындай керемет жеңілдіктер жүріп жатыр, сол себепті осыны қолданыңыздар. Достар, міне біздің стейктар. Так, бүгін достар бірінші рет стейк пісіретін боламын. Өмірде ешқашан стейк пісірмедім. Бірінші рет стейк пісіретін боламыз. Бұл Темудан келген гриль. Ал қостым ал. Стейкті ашамыз ал. Стейкті алдық ал. Мынандай стейк. Уже бір ыссы бірден сезіп тұрмын мен. Оливковое маслоны аламыз да құямыз. Өстіп құяма. Мына жағына да құямыз. Ал кеттік ал. Тісі міле жарылып кетпесін ал. Ебана үлкен қош. Достар, стейкіміз слишком большой, так что ортасынан бет кестейікші. Опа, естеміз. Басып тұрады сияқты еще, да? Сол, достар, өмірімде бірінші рет стейк пісіріп жатырмын, так что строго не судите. Менің стейкім дайын. Дайын ма? Маринованный болып тұр. Оливковое масло салдың, да? Оливковое масло бәрін салдым. Мынаны қазір, достар, былай переворачивать етеміз. Әдемі шығып жатыр, достар. Әдемі, достар, иісі шығып жатыр, кәдімгі еттің. Короче, мен инстаграмнан бір-екі жерден көріп қалғанымда, чтоб ет жақсы пісу үшін бүйтіп андай вилкамен ше, Нұрлан. Осылай қойып қойды, чтоб андай еттің арасы жақсы пісу үшін. Көргем да бір-екі рет енді, сол шын ба, көрейік. Ё-майо, патология екен, ә? Нұрлан стейк дейтін не ашса елек. Қалам стейк. Қалам стейк. Вообще, стейктің барлығы ше 10 минутқа жетпей піседі екен ғой, Нұрлан. Онда болып піскен шығар біздікі. Біздікі уже пісіп қойды, ә, негізі. Болды, пісіп болған сияқты, достар, стейктарымыз. Болды, енді вот қан шықпайтын сияқты, мен ойымша. Енді вот конкрет четко міне. Қалай, достар? Что там? Қалай жағдай? Опа, бірінші стейк кетті ал. Осындай коламен запивать етеміз ғой, жеги. Күшті да, не? Вино. Кола плюс стейк. Четко. Иісі енді, конечно, база жоқ енді. Қараңыздар, осындайды күшті етіп пісіреді. Четко ет бар ғой. Аслан Мұқан бой ұзында. Достар, екінші стейк пісті, мынандай болып. Екінші стейк ал. Ал кеттік ал мұны. Том и Джерридағы стейктар ғой ондай. Майнкрафттағы стейк қой, достар, реально. Иісі күшті шығып отыр, не жеттен, да? Ал, достар, стейктар дайын. Достар, мән бермеңіздер, бізде домашний вайп бұл, короче. Так, стейктар дайын. Жақсы, осы грильмен пісірдік, достар, Темудан келген. Енді қазір стейктің дәмін көретін боламыз. Чо там, жеги? Тұздат жүрек ал. Кесу керекте. Ал, чо там, достар? Ал, бісмілі. Кеттік ал. Қалай? Жақсы, нормально? Да? Да. Әдемі, достар. Бісмілі. Кайф, білген. Что там, неше бал бересіңдер, в общем, стейктарға? Стейк четко, по идее. Еба, я 10 сделаю. В натуре, без прикола. Натурма. Еба. Короче, мен, ладно, 8 қоямын, сен? Мен 9 қоям. Да. Короче, достар, советуем. Осы грильді, қазір Темуда осы грильдер сатылып жатыр. Бағасы, міне, достар, экранда шығып тұр. Арзан, зато өстіп ет пісіресіздер, ет жейсіздер. Добираем белки, достар, добираем белки. Массы набор, достар, массы набор, ет жейміз. Жазда ет жейміз. Достар, келесі біздің товар Темудан бұл дейтін дрон. Яғни квадрокоптер. Қазір, достар, біз дейтін сыртқа шығып дронды ұшыратын боламыз. Мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын, достар, дронды келесі видеода далада ұшырамыз деп. Так что, достар,
Давайте ал, ашайық ал. Так, бізде достар дрон. Так, осындай, четко ма? Теймудан келген дрон достар. Қазір ұшыратын боламыз аспанда. Кеттік. Достар, міне бізде мынау дронның джойстигін аламыз. Джойстигін қосамыз. Мынау бізде дронның өзі. Осындай достар бізде дрон. Достар, мындай приложениесі бар телефонда. Осы приложениесі арқылы біз дронның камерасын көре аламыз. Міне. Ал достар, кеттік ал, дронды ұшырамыз. Ебать! Ой, тоқта! О, міне. Еба! Çoğdan dostlar. Ey, toqta! Қайда кетіп қой? Достар, кәдімгі алаға шығып кетті ғоны, дрон дейтін. Ана жаққа дейін. Жақсы екен жалпы достар дрон. Дронды ұшырамыз осылай. Ей, гол саламыз дронмен. Достар, дроны тексердік. Жалпы достар маған ұнады. Өте керемет дрон өмірімде бірінші рет қолдандым. Ұнады маған достар. Қайрат, тоқта. Қазір камераға жіберем. Достар, дронға 8-ден 10 берем, нормально. Достар, келесі Теймудан ұнаған заттардың бірі бұл осындай мини камера. Міне осындай Теймудан алынған мини камера. Осымен достар бүгін мен өзімнің 24 сағатымды түсіретін боламын достар. Достар, қазір сағат 12:45. Мен достар обедте тұрған болаттым. Осы қазір достар мен ұйқыдан тұрдым. Міне төсек, қазір достар бүкіл видеолардың барлығын енді осы кішкентай мини камерамен түсіретін боламыз. Кеттік ал. Опа, качество қалай достар? Енді достар, енді качествосы енді 4К емес, 2К емес. Білем, качествосы ондай прям күшті емес екенін, бірақ достар, меніңше қызық сияқты осындай камерамен видео түсірген. Ең ыңғайлысы бұл камераның, бұл камера дейтін өте ыңғайлы, бұл камера дейтін даже қалтаға сыйып кетеді. Сол себепті бүгін осы кішкентай камерамен достар мен өз 24 сағатымды түсіретін боламын. Достар, қазір дейтін сағат 12:46, мен ұйқыдан қазір тұрған болатымын. Әлі достар жуынбадым, қазір бірге жуынатын боламыз, тамақ ішетін боламыз. В общем, достар, сіздер менің күнімді көретін боласыздар ғой. Міне достар, мынау төсек, мен бағана ұйқыдан тұрдым. Мына жақта менің компьютерім. Достар, мен дейтін Атырауға көшіп келген болатымын. Жалпы достар, мен осыған дейін Алматыда тұрдым. Міне енді қазір Атырауға келдім. Уақытша компьютерімді жинап қойдым осы жерге. Достар, кішкене мына жер бардак болып жатыр, шашылып жатыр. Мән бермеңіздер, мен жақында ғана көшіп келдім. Міне әлі достар коробкалар жатыр. Мында неше түрлі свет, анау-мынау стеллаж достар, сіздер білетін стеллаж, артқы фонда тұратын. В общем, комната достар осындай кішкентай, барлығы сият. Видео түсірем, ұйықтаймын. Енді осы комнатада видеоларын түсіретін боламын. Ал кеттік ал достар, жуынайық. Маған жуыну керек, мен әлі жуынбадым. Достар, маған қазір жуыну керек, тісімді жуу керек. Білесіздер ғой, Ванна достар бізде осындай, осы айна. Мына щеткада достар Теймудан келген болатын. Осымен қазір тісімізді жуатын боламыз. Мына жерде мен жуындым. Достар, жуынып алдым. Маған енді кішкене қырыну керек сияқты. Мына мұрттарым өсіп кеткен. Сақалдарым өсіп кеткен, қазір достар қырынатын боламыз. Все достар, қырынып алдым. Енді ешқандай сақал жоқ, ешқандай мұрт жоқ. Кайф болып қалдым. Все достар, енді таңғы асымызды ішетін боламыз. Кеттік кухняға. Кухняға қазір баратын боламыз. Міне достар, бізде кухня дейтін осы. Так, достар, қазір таңғы асымызды жасайтын боламыз. Достар, камераның качествосына әлі күлкім келіп тұр негізі. Мынау бізде достар гриль, тоже Теймудан алынған гриль. Стейк жасадық қой, естеріңізде бар ғой кеше. Не жесек болады ал таңғы асқа? Негізі әрине шайдан бастау керек. Шайға су құямыз достар. Шай ішкім келіп тұр, шай ішеміз. Жабамыз, орнына қоямыз, тоғын саламыз, кнопкасын басамыз. Болды, вуаля, қазір шай дайын болады. Айтпақшы, төсегімді жинастырайын мен. Все, төсегімді жинастырғандай болдым. Заварка жасаймыз қазір. Бәріне комментарий берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. В общем, достар, мен таңғы асымды ішіп аламын. Міне мен жерде шай ішіп отырмын. Шай ішіп болғаннан кейін мен магазинге шығып кетемін. Магазиннен керекті продуктілерді алып аламын да қайтадан үйге келемін. Ал достар, мен тамағымды ішіп алдым. Енді достар, қазір мен зарядка істейтін боламын. Отжимание, турник деген сияқтыларды. Достар, қазір бірінші денемізді қыздырып алатын боламыз. Осылай, қыздыратын боламыз. Білейін достар, камерада сіздерге көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ па? Осылай
денемізді қыздырамыз. Күніне 100 отжимание оңай емес енді достар. Бірақ жасап жүрмін әйтеуір. Инстаграмға кіріп стористардан көрсеңіздер болады, мен күн сайын 100 отжимание жасап жүрмін. Короче, достар, шынымен де мен күн сайын 100 отжимание жасап жүрмін, так что көргілерің келсе мен отжимание жасағанымды мен Инстаграмға тіркеліп кетіңдер. Инстаграмда күн сайын стористар салам 100 отжиманиемен. Результатты сол Инстаграмнан көресіздер, так что жазылып қойыңыздар. Жалпы Инстаграмға жазылып қойыңыздар, мен соңғы кезде Инстаграмға неше түрлі видеолар, рилстар салып жүрмін. Отжиманиядан кейін мен турник жасаған болатынмын. Достар, отжимание, турник бәрін жасап болдым. Енді қазір компьютерге отырып жұмыс жасайтын боламыз. Все, достар, мен енді компьютерге отырып монтаж жасайтын боламын. Жаңа видеоны, міне осы қазір қарап отқан видеоны мен уже басын монтаждап бастадым. Все, достар, мен қазір енді монтаж істеймін. Все, достар, кішкене жұмыс жасап болдым. Сағат дейтін қазір 6 болды, кешкі 6. Қазір, достар, мен қонаққа кетіп бара жатырмын. Че там, достар, қалай? Лук қалай, достар? Нормально киініп алдым ба? Осылай қап-қара болып киініп алғансың ғой, хотя күн жанып жатыр. Адамдар дейтін жанып тұрғанда бір ақ киімдер кию керек қой. Мен болсам наоборот керісінше қап-қара киімдер киіп алдым. Просто, достар, ақ киімдер жоқ менде әзірше. Білмеймін, андай бір кілең гардеробым бәрі кілең қара киімдер. Так что осылай қазір қонаққа баратын боламыз. Я, достар, мені қонаққа шақырып жатыр, ағасықа, туыстарым. Солардың үйлеріне қазір баратын боламыз. Білмеймін, ояқтан түсіре аламын ба? Білмеймін, достар, ол жақтан түсіре аламын ба? Видео түсіре алмаймын ба? В общем, достар, алдағы уақытта онда көрсеміз. Мен кеттім, достар. Я, достар, мына жерде мен қонақтамын. Так, достар, все, мен үйге келдім. Я, достар, мен қонаққа барып келген болатынмын. Сағат дейтін қазір 23:45. Я, былай қарасаң, күнім уже өтіп кетті. Енді, достар, қонақта ешіне түсіре алмадым. Енді ят деп ойлаймын. Енді қонақта видео түсіріп отпайтын шығармын. Сол себепті қонақта еште түсіре алмадым, тамақ іштім, қонақта тойып алдым. Короче, достар, все, кешкі асты ішіп керек емес, қонақтықта жеп алдым тамақты. Енді қазір, достар, компьютерге отыратын боламын, кішкене жұмыс жасаймын. Жалпы, достар, бүгін кешке қарай стрим жасағым келген, бірақ мен қонақта болғасын үлгермей қалдым. Сол себепті қазір видео монтаждайтын боламын. И одан кейін, білем, ұйықтайтын шығарым. Все, достар. Достар, мен видео монтажда отырғанда сағат дейтін 3:52 болып кетті ғой, достар. Таңғы 4 болып отыр, маған уже ұйықтау керек сияқты. Так что қазір, достар, мен компьютерді сөндіріп, ұйқыға кірісетін боламын. Короче, мен төсегіме жатып алдым. Сағат дейтін уже 4 болып отыр. Я, достар, что-то көп отырып кеттім компьютерде. Видео монтаждадым, видео қарап кеттім. Короче, все болды, достар, мен ұйықтаймын. Барлығына қайырлы түн, ертең көрсетін боламыз. Я, достар, осылай мен былай қарасан 24 сағатым өтті десек те болады. Бар ертең таңертең көрсетін боламыз. Давайте, мен ұйықтаймын. Достар, видеоның басында айтқанымдай, егерде осы промокодта теретін болсаңыздар, сіздер керемет жеңілдіктер аласыздар. Достар, все, ұйқыдан тұрдым, сағат дейтін 12:24. Әбеткеден ұйықтаппын ғой, телевизор ашатын. Ал, достар, барлығына қайырлы таң, мен енді ғана тұрып жатырмын, жақсы ұйықтадым жалпы. Қазір тұратын боламыз. Достар, все, мен тұрдым, жуынып алдым, сағат дейтін 12:47. Короче, я, достар, 24 сағат өтті. И осымен онда мен өзімнің видеомды бітірем. Я, менің кешегі күнім ондай қатты қызықты болған жоқ. Ешіне сіздерге көрсете алмадым. Рақсы ешіне етпес, қалай болды солай көрсеттім. Давайте енді нормальный камераға осайық. Хопа! Все, достар, өзімнің камерама оралдым бұрыннан келе жатқан Sony'ға. Короче, достар, я осындай мини камераның обзоры болды, сіздерге көрсеттім қалай түсіретінін. Жалпы негізі бұл камера көбінесе фотоға арналған, видеоға емес. Бірақ біз бүгін видео түсіріп көрдік. Ну, жалпы, достар, бұлай ретро стильде, просто енді качествосы, достар, әрине мына Sony сияқты емес, бірақ андай бір винтажный кадрлар. Білім сіздерге сондай вайп наса, банағандай качество, ескі видеодағыдай сияқты. Онда осы камера жалпы алуға ұсынамын. Жалпы, я, Темуда сатылады. Жақсы, достар, онда осымен бүгінгі видеоны бітіреміз. Сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Бүгінгі видеода біз Темудағы неше түрлі заттар тексердік, грильді тексердік, дронды тексердік, мына мини камераны тексердік. В общем, достар, все онда. Сіздермен бірге оңдырған қалам, келесі видеоларды көрсеміз. Давайте, достар, сау болыңыздар.